Сәлем достар, бүгін сіздермен 6-шы A, 6A юнитін өтеміз. Бұл юнитте бізге берілген грамматика object pronouns me, you, him. Яғни біздің қазақша сілтеу есімдігі маған, саған, оған деп, оған, бізге, сізге, оларға деп аударылады. Толықтауыш қызметінде көп қолданылады екен. Жалпы юнитке қарасақ, юниттің бірден the glass bottle, яғни әйнек бөтелке деп суретте мына артында тұрған суретте байқап отырғандай құмды жерде, шөлейтті жер, әйнек бөтелке жатыр жерде, иә. Файл спикингнен басталады. Оның ішінде сізге оқыған, сіз әдетте газеттен, қағаздан оқисыз ба, жоқ, экраннан оқисыз ба, қайсысын сіз қалайсыз, неге деп сұрақ қоюдан басталады. Ридингке, яғни оқуға бізге әйнек бөтелке деген текст береді. Енді оқымас бұрын қарасақ, мына жерде 5 түрлі сұрақ берген. Хасан мен Валид кім? Олар қайда тұрады? Олар не істейді? Өмірлері қандай? Хасан мен Валид екеуі неге екі түрлі? Олардың мамасында қандай құнды зат бар? Неге ол оны сатқысы келмейді? Неге Хасан үйден кеткісі келеді деген сұрақ қойыпты бірінші бөлімге. Ал енді жауап беріп көрейік. Hassan and Valid are brothers. They live in a small house in a desert near mountains, long way from town and village. Хасан мен Валид ағайындылар болады. Олар кішкентай үйде, шөлейтті жерде, таудың жанында, жаңағы ауылдық жерден немесе қалалық жерден өте алыста тұрады. They are very poor, they have no money and they have no animals. Олар өте кедей болады. Олардың ақшалары мен үй жануарлары жоқ, яғни малдары жоқ үйде. Their house only has 2 rooms, екі-ақ бөлмелі үйде тұрады. Every day is the same. Күнделікті өмірлері әдеттегідей, яғни күнделікті күйбең тіршілік өтіп жатады. They get up and they have sweet black coffee for breakfast, and Hassan works in the field, but Valid just sits and looks at the hot, empty desert and the hot, empty sky дейді. Күнделікті өмір әдеттегідей, олар таңертең тұрады, сосын қара кофе ішіп алады таңғы асқа, сосын Хасан in the field деп тұрғаны бақшалары бар кішкентай. Сол бақшада Хасан жұмыс істейді, ал Валид отырып аспанға қарап look at the hot дейді. Ыстық empty desert, жаңағыдай пустыня, бос шөлейтке қарап, ыстық ашық аспанға қарап жай жатады дейді, яғни жалқау болып тұр ғой Валид. They live with their mother, she looks after them, but she is old and tired. Олар аналармен тұрады, ол кісі ол екеуіне қарайды, after them оларға қарайды, иә. Она заботится о них деп аударамыз. But she is old and tired, бірақ ол кісі кәрі және қартайған дейді. One day she says, we are poor and hungry. Why don't you live here and find work? We need money for food and clothes. If you want some money, you have your silver ring, you can sell that, answers Valid. Бір күні мамалар айтады, біз өте кедейміз және ашпыз. Неге сендер мына жерден кетіп, жұмыс таппайсыңдар? We need money for food and clothes. Бізге киімге, тамаққа ақша керек емес пе? If you want some money, сізге ақша керек болса, қолыңыздағы күміс сақина бар емес пе, соны сата аласыз дейді, жауап береді Валид. I can't sell it, she says. Мен оны сата алмаймын. Бұл сендердің әкелеріңдікі. Түнде мен оған қарап, оны есіме аламын дейді. Remember, вспоминать глагол. Him, оны, я, әкелеріңді деп тұр. Hassan wants to help his mother and he decides to leave home. His mother gives him bread and water in the glass bottle. He kisses her and he walks towards the mountains. Hassan анасына көмектескісі келеді, және ол үйден кетемін деп шешеді, яғни жұмыс іздеп көремін деген ойға келеді. Аналары оған нан мен әйнек бөтелкеде су береді. Сосын оның бетінен сүйеді, ол тауға қарай жаяу жүріп кетеді. Енді мына суретке қарасақ, міне үйлерінің суретін салып қойған, жаңа ғана жерде
бақшаларын бірдеңе өсіріп жатқан Хасанның жаңағы еңбектеніп жүрген аналарын көрсетіп қойған мына жерге қолына бөтелке ұстатып қойған анау валид жатыр иә шалқадан түсіп жалқау екен дейді де келесі екінші бөлікке көшеді сұрақ қояды қайтадан Хасан қайда барады ол жерде қандай жер тауып алады why is the palace unusual неге ол сарай ерекше болды принц оған не береді неге принц таң қалады Хасанға не береді why Хасанның мамасы үйге келген соң бақытты болады валидтің жоспары қандай болады дейді валидте бір жоспар болыпты ары қарай дейді де мына таудың арасында арғы екінші суретте арғы жақта бір сарайды көрсетіп қойған көрдіңіздер ма міне мынау принц екен иә тұрған әдемі қылып салып қойыпты екінші бөлімде Хасан walks for 5 days through the mountains тау арқылы 5 күн жүріп the sun shines күн жарқырап тұрады дейді at night it's very cold түнде өте суық then one evening he arrives at a rich and beautiful palace бір күні кешке ол бай да әдемі сарайға келеді the prince in the palace welcomes him ол сарайдың принці оны қош келдің деп қарсы алады he gives him food and drink and Hassan sleeps in a comfortable bed ол оған тамақ пен ішімдік пен тамақ беріп Хасан жаңағы өте ыңғайлы төсекте ұйықтап қалады there is one strange thing бұл жерде енді бір қызық нәрсе болады the windows have no glasses терезелерде әйнек жоқ екен дейді the next day Hassan says goodbye he wants to thank the prince and give him something but he only has his empty water bottle he gives it to him the prince is surprised келесі күні Хасан оған сау бол айтады ол принцке рахметін айтқысы келеді және оған рахмет белгісі ретінде бір нәрсе бергісі келеді бірақ оның қолында жаңағы әйнек бөтелкеден босқа ештеңе болмайды соны беріп кетеді оған ол енді қолымдағы осы ғана деп берген соң принц өте таң қалады жаңағы алған кезде бұл не дейді I can see through it мен бұл арқылы көре аламын ғой дейді әйнек қой енді ол it's beautiful it's wonderful бұл өте әдемі керемет екен дейді he's very happy and in return he gives Hassan box ол өте қуанып кетеді жаңағы әйнек бөтелкені көргенге сосын енді Хасанға in returns дегені жаңағы оған жауап ретінде дейді оған да бір жәшік береді кішкентай don't open it until you get home he says үйіңе жеткенше бұны ашпа and be careful with it онымен мұқият бол it's very valuable бұл құнды зат дейді Hassan walks through the mountains again after 5 days he arrives home 5 күн жүріп үйіне қайтып келеді иә тау арқылы тағы да Valid and their mother watch him open the box Valid пен анасы оған қарайды енді ашсаңшы жәшікті деп he finds 100 gold coins inside ішінен 100 алтын тиын шығады his mother is very happy анасы өте қатты қуанады Hassan you clever boy Hassan сен ақылды баласың дейді now you can buy food and clothes енді сен тамақ пен киім ала аласың дейді next day Valid makes a plan келесі күні Valid жоспар құрады 100 gold coins in return for a glass bottle бір бөтелкеге 100 алтын тиын беріп деп ойлайды ол if I give the prince my mother's silver ring perhaps I can get 1000 gold coins егер мен оған анамның күміс сақинасын апарып берсем мүмкін ол маған 1000 алтын тиын берер міне осындай жоспары болады екен Validтің so Valid gets up goes very quietly into his mother's room and takes her ring from the box under her bed the next morning he asks his brother where the palace is and he leaves сонымен Valid тұрып алып өте ақырын анасының бөлмесіне төсектің астында тұрған жәшікті алып ішінен анасының сақинасын алады сөйтіп таңертеңінде ағасынан жаңағы сарай қай жерде екенін сұрап алып үйден шығып кетеді ары қарай үшінші бөлім бар екен Walid walks for 5 days through the mountains.
the sun shines, and at night it's very cold. Then, one evening, he finds the palace. The prince welcomes him and gives him food and drink and a comfortable bed. But Walid can't sleep. He's thinking about the 1,000 gold coins. The next morning, he says to the prince, "I want to say thank you to you. Please have this silver ring. It's my mother's." The prince is very happy. "This is a beautiful ring," he says. "Thank you. Let me give you something in return." He gives Walid a box. "Don't open this until you get home," he says. "Be careful with it. It's very, very valuable." Walid runs through the mountains, and after 3 days, he arrives home. "Where's my silver ring?" shouts his mother. "Don't worry about your ring," says Walid. "Look at this." Hassan and their mother watch as he opens the box. Inside, he finds the glass bottle. Міне, әңгіменің аяғы немен аяқталған. Таудың арасымен ол барып, тура қазан сияқты таудың арасымен жаяу барған кезде жаңа айтқан сарайды тауып алады. Оған да жаңа тамақ беріп, ішімдік беріп, жылы төсекке жатқызып ұйықтатады, бірақ ол ұйықтай алмайды, мазасы кетіп. Есіл-дерті мың алтын тиын болып тұр ғой. Сөйтіп ертеңінде ол қандай обращение жасайды? Мен сізге рахмет айтқым келеді, және мына сақинаны бергім келеді, ол менің анамдікі дейді, деп жаңа принцке берген кезде, ол ой қандай керемет зат екен деп, жаңағы мына жәшікті үйіңе барғанша ашпа деп, жаңа жәшікті береді. Бірақ ол 5 күн емес, 3 күннің ішінде асығып үйіне жетіп алады. Сөйтіп үйіне келіп жәшікті ашқан кезде не болады? Ішінде бағанағы ағасының әйнек бөтелкесі шығады. Міне. Яғни адамның ойы мен ниеті қалай болады, соны басқа адамда байқайды деген. Тұжырым шыққан ба? Сондай бір ойға қалады адам. Енді мына сұрақтарға қайта-қайта жауап беру арқылы 1 рет жауап беріңіз, 2 рет жауап беріңіз, 3-ші ретінде сізде уже автоматты түрде пересказ тексті шығады. Сөйтіп, айнаның алдында өзіңіз пересказ тексті жасап көріңіз. Бүкіл файл, сол мына жерде him, his, him деп тұрған, оның, оған, яғни сілтеу есімдігі сол толықтауыш қызметінде тұр екен. Файл түсінікті деп ойлаймын.